Мен Қозыбай Дастан Жұмаханұлы. 1993 жылы 6 тамызда Көгалат ауылында дүниеге келдім. 2001 жылы мектеп табалдырығын аттадым. Мен білім алған, ұстаздарды үлгетіп өскен мектеп, ал бар бөгет жалпы білім беретін мектебі. Мектеп табалдырығынан 2012 жылы түлеп ұштым. Сол жылы Арқалық қаласында Нәзипа Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжіне оқуға түсіп, дене шынықтыру мамандығын таңдадым. Бұл мамандықты таңдау себебім, мектеп қабырғасында оқып жүргенде ұстазым Баймағамбетов Мәлік Тоққожаұлына еліктеп өскен едім. Сол кісінің сабақ беру методикасына, жұмысына деген ынтасына, шәкірттерінің жетістіктеріне қызығып, мен де сол кісідей боламын деп арман еттім. Сол арман жетегіне еріп, оқу орнымда белсенді болып, көп жетістіктерге жетіп, оқуымды 2015 жылы аяқтадым. Сол жылы Целиноград ауданы Талапкер ауылында алғаш еңбек жолымды бастадым. Қызыққа толы ұстаздық жолым басталды. Біліктілігімді шыңдап, көп еңбектендім. Мен тәрбиелеген шәкірттер де жеңістерімен мені қуантты. Кейіннен туған жерге деген сағынышым артып, 2017 жылы өз туған ауылыма келіп, ұстаздық етуді жөн көрдім. Ауылымның спорт саласына өз еңбегімді қосамын деген мақсатпен күні бүгінге дейін жұмыс істеудемін. Ұстаз болу қиындығы мен қызығы қатар жүретін мамандық. Дене шынықтыру балаға білім беру кезеңіндегі ең маңызды процестің бір бөлігі деп білемін. Себебі баланың денесі шыныққан болса, бойына қан жүгіріп, зейіні ашылып, сабаққа, білімге құштарлық оянады. Спорт денсаулық кепілі, болашақтың бастамасы. Білім ер азығы деген қазақта жақсы сөз бар. Сол жақсы сөзді дәйек етіп, жоғарғы оқу орнын оқуды ұйғарып, 2015-2018 жылдар аралығында институтта тағы бір мәрте білімімді шыңдадым. Ұстазы талантты болса, шәкірті талапты болады деген мақал осы орайда есіме түсіп отыр. Мен де кезінде сара жолын салып кеткен ұстазымның ізімен еріп келе жатырмын. Қаншама шәкірт тәрбиеледім. Шәкірттерімнің жеңісіне марқайып, сонау артта қалған бала арманымның орындалып жатқанына шүкір етіп келемін. Міне менің жолым. Назарларыңызға рахмет.